Мен өзімді таба алмай жүрмін, өзімді табу үшін не істеуім керек, кеңес беріңізші деп жатыр. Я хочу найти сама себя. Я хочу разобраться, в чем дело. Сен ешқайда жоғалған жоқсың. Бәрі өзінің орнында. Сен өзіңді танымай жатсың. Өзіңді танығаның, Құдаймен танысқаның. Осыны нақты ұғып ал. Енді өзіңді тану үшін не істеу керек? Сен дәл қазір нені қалап тұрсың? Не жеуді, не көруді, кіммен сөйлесуді? Осындай кішкентай мақсаттарыңды өз-өзіңе бұлдыртпай бере біл. Яғни, сен өз-өзіңе кішкентай болса да қалауларыңды мүмкіндігіңше бере білгенде, үлкен мақсаттарға жол ашылады. Ал сенің миссия деп аталатын осы өмірге келген мақсаттарың сенің армандарың мен қалауларыңның астарында жасырулы. Сондықтан сен дәл қазір өзіңе қалауларыңды бере білгенде, жайлап-жайлап түп санаң үлкен қалауларыңа жол ашады. Сөйтіп жүріп бара-бара кезінде күмәнданған, қой мынандай ғажайып өмір менің өмірімде орындалуы мүмкін емес сияқты деген арман мақсаттарың қалай орындалып қалғанын өзің түсінбей қаласың. Әрине, түп санамен жұмыс керек, ми деңгейінен жүрек деңгейіне өтіп білу керек. Бұл басқа әңгіме. Менің айтарым, қайтадан сен өзіңді ешқайда жоғалтқан жоқсың. Сондықтан өзіңді табу керек емес, өзіңді тану керек. Өзіңді танығаның, Құдаймен танысқаның. Помоги мне, я хочу, чтобы моя душа тоже пела.